Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз қан топтары, қан құю және резус фактор деп аталады. Адамда 4 түрлі қан тобы бар. Олар эритроциттердің бетіндегі арнайы нәруыздар арқылы анықталады. Эритроциттердегі нәруыздарды біз агглютиногендер дейміз, ал плазмадағы нәруыздарды агглютининдер дейміз. Қан топтарын ренцифрларымен немесе эритроциттердің бетіндегі нәруыздар синтезіне жауапты ген таңбаларымен қабылданған. Оны келесі слайдтан көреміз. Мына жерде бірінші бағанда берілген жаңағы айтқан қан топтары, бірінші, екінші, үшінші, төртінші ренцифрмен белгіленетін, екіншісі ген таңбалары. Бірінші топты біз О деп белгілейміз, екінші топты А, үшінші топты Б, төртінші топты А, Б деп белгілейміз. Бірінші қан тобын біз әмбебап донор дейміз, себебі барлығына беретін топ. Төртінші топты әмбебап реципиент дейміз. Реципиент деген ол қан қабылдаушы адам, яғни басқа топтардан қабылдайтын топты әмбебап реципиент дейміз. Бұл екі сұрақ сіздерге тестте үнемі жиі келеді. Енді келесі үшінші бағанға қарасақ, мына топтарға қан бере алады, иә. Бірінші қан тобы 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге де бере алады. Екінші қан тобы 2-ге, 4-ге бере алады. Үшінші қан тобы 3-ге, 4-ге бере алады. Төртінші қан тобы 4-ке бере алады. Ешқандай қиындығы жоқ. Қарап тұрсаңыздар, әр топ өзіне бере алады, иә. Сосын қасындағы екінші және үшінші қан топтарын ғана жаттап алыңыздар, екеуі де 4-ке бере алады. Ал қалғаны біреуі түгеліне, төртінші топ тек қана өзіне бере алады. Ал енді төртінші бағанға келсек, қандай топтардан қан ала алады десек, бірінші топ тек өзінен ғана ала алады. Екінші топ 1-ден және 2-ден алады. Үшінші топ 1-ден және үшінші қан тобынан алады. Ал төртінші топ барлық топтан қан тобынан алады. Сондықтан оларды жаңа айтып кеттім, әмбебап реципиент деп атаймыз. Салмағы 70 килограмм адам 2 литр және одан да көп мөлшерде қан жоғалтқан кезде оған қан құю қажет болады. Егер салмағы 35-40 килограмм бала болса, оған 1 литр қан жоғалтудың өзі өте қауіпті болып келеді. Бұрындары сіздер білесіздер, қан құю болған ертеректе, бірақ түрлі ережелерді білмегендіктен адамдардың өмірін сақтап қалу мүмкін болмаған. Ал 1901 жылы бір адам қанның екінші адамға қанның сәйкес келмейтіндігі анықталған болатын. Тобы сәйкес келмейтін қан құйған кезде эритроциттер бір-біріне жабысып қалады. Осы процесті біз агглютинация деп атаймыз. Бұл терминді жаттап алыңыздар, себебі сіздерге ОПТ-да бұл келеді. Енді келесі тақырыпшамыз бізде резус фактор деп аталады. Осы қан тобынан басқа эритроцит нәруызын резус факторды ескеруіміз қажет. Ол R және H әріптерімен белгіленеді. Европалықтардың 85%-ында, монғолоидтардың 99%-ында резус факторы бар. Мұндай адамдарды біз оң резусты деп атаймыз. Ал қалған адамдардан бұл нәруыз болмайды. Оларды теріс резусты деп атайды. Қан құю кезінде резус факторының сәйкестігін ескеруіміз қажет. Егер анасының резус факторы жоқ болса, ал баланың қанында болса, резус сәйкестік дамуы мүмкін. Мұндай жағдайда жүктілік кезінде анасының антиденесі эмбрион, яғни ұрықтың эритроциттерімен күресе бастайды. Бірақ бірінші жүктілік кезінде балаға зиян келтіретін антиденелердің саны жеткілікті болмайды. Егер екінші жүктілік кезінде бала резусы тағы да оң болып, ал анасының резусы теріс болатын болса, онда жаңа туған нәрестеде қауіпті құбылыс, гемолиздік сары ауру пайда болуы мүмкін. Осыны естеріңізде сақтап қалыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Егер видеом ұнаса, өздеріңіздің сыныптас достарыңызға ссылкасын жіберіңіздер және кері байланыс комментарий қалдырып кетіңіздер. Бұл мен үшін маңызды. Тыңдағандарыңызға рахмет.